Старики, қалайсыңдар? Үйде дейтін осындай алдында фруктылардан апельсин алып қойған екен. Сосын менде мынандай не бар ғой, соковыжималка ручной. Негізі менде андай неде бар, электрический неде бар, блендер де бар, соковыжималка де бар. Сосын мынау оңайда тұрғасын, осыны ала салдым. Сосын апельсиндерін бәрін осылай бірінші турап алдым. Осылай 4-ке 6-ға бөліп бәрін турап дайындап алдым. Одан кейін барып жаңағы соковыжималкамды алып, соған барып салып, бәрін соғын шығарып күшті қылып жасадым. Қазір көрсетемін, иә. Мына жерде бокал іздеп кеткен ғой, мен дейтін нені қазір соктың міне фужер алып келдім. Одан кейін барып жаңағы соковыжималкамды міне мынандай, мен осыны алғаныма 2 жыл болды, әлі пайдаланып жатырмын. Күшті андай бар ғой, бір азғантай бір 7-8 штук, бір 10 шақты штук апельсинге осылай аламын да, осылай моментально сок жасап жіберемін балаларға. Андай енді көп количествода андай қонақтықтардан, андай фруктылардан, дастархандардан қалған нелерге оларға кәдімгі обязательно электрический нені шығарамын ше, соковыжималканы, блендерді или не қараңдаршы қыздар, күшті сок шығып жатыр. Бірақ жалия, ана апельсиннің бәрінен бар ғой, неше стакан сок шықты деп ойлайсыңдар. Мына жерде мана 5 апельсин болды, менде 5 апельсиннен бар жоғы, мен сендерге айтайын, мынау бір фужер полный, сосын екінші фужердің тек қана жартысы шықты ғой, представляете? Андай ғой, көп, қанша жерден апельсин көп болса да, мысалы бір апельсиннен бір фужер сок шықпайды. Айтып тұрмын ғой, енді мына жерде менде 5 апельсин болды ма, 5 апельсиннен тек қана бір көп болса 100 граммдық қандай стакан бар ғой, сонымен шығатын болар әрі кетсе, оған да толар толмас. Лучше одан апельсиннің өзін жеген жақсы, иә. Бірақ енді все равно дүкеннің андай өтірік соктарын ішкеннен өзің қолдан жасап ішкенге ештеңе жетпейді ғой, қыздар, айтыңдаршы. Өзің қолдан жасап, осылай фрукты болып тұрса, үйде осылай қолдан сығып жасап ішкенге ештеңе жетпейді. Мен мына жерде міне тағы құйып жатырмын. Мына апельсиннің дәмі бар ғой, ерекше бар ғой. Обычно апельсиндер болады, иә, кислый. Мына жерде менде апельсин дәмі дейтін вообще күшті. Сосын қыздар, мына апельсиннің несін бар ғой, қабығын бар ғой, лақтырмай неге жасауға болады, варенье жасауға болады. Мен дейтін қазір мынаның бәрін уақтап тураймын да, одан кейін үстіне бір жарты лимон қосып, секер салып, содан кейін барып несін бір түнге қойып, одан кейін барып жымиық дейді ғой, андай, соның бәрін ситадан сүзіп аламын да, содан кейін барып кішкене су қосып, өзімізге шайға күшті қылып не жасаймын, варенье жасаймын бұйырса. Міне қыздар, қаншама апельсин отход шығып жатыр, иә, тек қана шығып жатырған сокты қараңдаршы. Болар болмас осындай кішкентай ғана. Мынау пластмасс енді дейтін, айтып тұрмын ғой, 2 жылдан асты уже пайдаланып жатырғаныма. Пластмасс болғанда да андай мықты да, күшті. Қанша үстіне бассан да шамалға сынып кетпейді, мықты тұры. Міне осылай бәрін сығып жасап жатырмын. Қаншама отходтан қыздар осындай ғана сок шығады. Лучше апельсиннің өзін жеген жақсы, все равно согын жасап ішкен одан да жақсы. Міне осыншама апельсиннен міне бір полный фужерді әрең тауыстым, әрең толтырдым деген. Міне енді ішіп көрген деп жатырмын дәмін. Дәмі дейтін енді суперский, қыздар. Сіздерге де осылай советую. Кеңес беремін, осылай үйде фруктылардан осылай натуральный сок жасап ішкенге. Баршаңызға рахмет, менімен болғандарыңызға.